Таңғажайып құстар. Түйеқұстар басқа құстарға ұқсамайды. Ұшқаннан гөрі жүгіруді ұнататын олар интеллектімен ерекшеленбейді. Бұл олардың өмір сүруге тамаша бейімделуіне кедергі жасамайды. Дегенмен олар өте күлкілі болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде ашулы түйеқұстар жолда кездескісі келетін жау емес. Жер бетіндегі барлық құстардың ішіндегі олар ең үлкені болып табылады. Осыдан бірнеше ондаған мың жыл бұрын одан да үлкен түрлер мен жыртқыштар болған, бірақ олар баяғыда жойылып кеткен. Оларда қарабайыр адамдар қырып тастаған. Құстар туралы қызықты деректер. Түйеқұстың ғылыми атауы грек тілінен аударғанда түйе торғайы. Ішінде қазір біздің планетамызда тіршілік ететін иелері түйеқұстардың биологиялық туыстары жоқ. Жүгіру кезінде олар үлкен секірулермен қозғалады. Осындай бір секіруде 3-5 метрді еңсереді. Ересек түйеқұстың салмағы 150 килограммнан асады. Екінші орында тұрған эму құстары көлемі жағынан түйеқұстарға ғана қатысты. Бұрын түйеқұс тәрізді құстар қатарына жатқызылған, бірақ әлдеқашан жеке түр ретінде анықталған. Демек, эму түйеқұс емес. Түйеқұстың өсуі 2-5 метрден асады. Түйеқұстар басын құмға тығымайды, қорқып кетсе қашады. Ал егер олар бұрышқа айдалса, олар аяқпен қорғана бастайды. Осындай бір мақсатты соққы адамды өлтіруі мүмкін. Олар төзімділігімен ерекшеленсе де жылдам жүгіреді. Түйеқұс ұзақ уақыт бойы 50 килограмм жүгіру жылдамдығын сақтай алады. Олардың кеудесінде қауырсынсыз тақ бар. Бұл түйеқұс жерге жатқанда сүйенетін жер. Түйеқұстардың дами алатын максималды жылдамдығы шамамен 95 килограмм сағат. Сонымен қатар олар тіпті жылдамдығынан төмендетпей жүгіруді қоса алады. Олар өсімдіктермен, ұсақ жануарлармен және жәндіктермен қоректенеді. Түйеқұстардың кірпіктері адамға қарағанда қалыңырақ. Кейде олар малтатас және тіпті құм жұтып, бұл тағамды жақсы қорытуды көмектеседі. Өйткені тастар асқазанға түскенде оны жай ғана ұсақтайды. Түйеқұстың өмір сүру ұзақтығы 75-80 жылға жетуі мүмкін. Бір түйеқұс жұмыртқасының салмағы килограммнан асады. Құстар жаңбыр жауған кезде суланбайды, бірақ түйеқұстардың қауырсындарын жабу үшін май шығаратын безі жоқ. Сондықтан олар оңай ылғалданады. Олар сусыз бір жыл жүре алады. Ұзақ уақыт, өйткені олар тамақтан жеткілікті ылғиға ие. Бірақ түйеқұстар анда-санда ықыласпен ішеді. Сонымен қатар олар жүзгенді ұнатады. Тері паразиттерінен құтылу үшін құстар құрғақ шаңға айналады. Өз аумағын қорғай отырып, түйеқұстар адамдарға да, тіпті арыстандарға да шабуыл жасайды. Айтпақшы, арыстан жануарлар патшасы әдетте түйеқұспен араласуға тәуекел етпейді. Ол оны оңай мүгедек етеді, тіпті өлтіреді. Арыстандар туралы қызықты деректер. Жас түйеқұстар өсімдіктерді жемейді, тек ет пен жәндіктер. Олар аналық, аталық және балапаннан тұратын отбасында өмір сүргенді жөн көреді. Түйеқұс жұмыртқасын жегенді ұнататын лашындар. Биіктен тас лақтырады, өйткені олар тұмсығымен қалыңдығы жарты сантиметр болатын күшті
қабықты сындыра алмайды. Барлық құстардың ішінде тек түйеқұстардың аяқтарында екі саусақ бар. Африкадағы кейбір тайпалар әлі күнге дейін олардың жұмыртқаларын қабықтайды. Қабықтары су ыдысы ретінде дулығыдағы түйеқұс қауырсындары поляк елтаңбаларының көпшілігінде кездеседі. польша туралы қызықты деректер: қалуынша түйеқұстарды мінуге болады, бірақ тек еркектерге, өйткені олар үлкенірек және күштірек. түйеқұстар әлемнің 50-ден астам елінде, соның ішінде суық елдерде өсіріледі. Тіпті Ресей мен Швейцарияда да түйеқұс өсіретін фермалар бар. Швеция туралы қызықты деректер: түйеқұстың ұрғашы өзіне тарта отырып саңырау дауысты керней дыбысын шығарады. қабықтың беріктігіне байланысты жаңа туған балапанның сыртқа шығуына 1 сағатқа дейін уақыт кетеді. Барлығының қолынан келе бермейді. Түйеқұстың көзінің диаметрі 5 см. Бұл құстың миының диаметрінен үлкен. Жаңа туған түйеқұстың салмағы күшік, 1-2 килограммға жетеді. Кейде әр түрлі құстардың екі тобы балапандары араласа ата-ана түйеқұс олардың қамқорлығы үшін бір-бірімен соғысады. Жеңімпаздар барлық ұрпақтар алады. 40-50 мың жыл бұрын қарабайыр адамдар тастап кеткен Алтай үңгірлерінің бірінен археологтар түйеқұс жұмыртқасының қабығынан жасалған зергерлік бұйымдарды тапты. Африка түйеқұс балапандары әдетте басының артқы жағында гематомен туылады, өйткені олар жұмыртқадан күштеп шығып кетеді. Алайда гематома қауіпті емес және тез өтіп кетеді. Балапандар шыққаннан кейін аналық түйеқұс шыбындарды тарту үшін бұзылған жұмыртқаларды сындырады. Олар бақыттырақ балапандарды тамақтандырады. Түйеқұс аналық жұмыртқасын күндіз инкубациялайды, ал түнде оның орнына алтығысы басылады. Түйеқұс ұшпайтын құстар тобына қарасты түйеқұстар көне дәуірден бері өмір сүріп келеді. Жартылай шөлді климатта өмір сүретін бұл құсқа деген адамдардың қызығушылығы сонау ерте кезден басталған көрінеді. Көне Мысырда түйеқұс жұмыртқаларын емдік мақсатта пайдаланған. Рим сарбаздарының белбеулеріне сый ретінде түйеқұстың қауырсыны тығылатын болған. Түйеқұстың еті мен терісіне қызыққандықтан кейбір араб тайпалары оны аулаумен де айналысқан. Құстар көне дәуірден бері өмір сүріп келеді. Жартылай шөлді климатта өмір сүретін бұл құсқа деген адамдардың қызығушылығы сонау ерте кезден басталған көрінеді. Түйеқұс ең ірі құс түріне жатады. Бойы 2,5-3 метрге, салмағы 100-160 килограммға дейін жетеді. Қанаттары да қысқа болғандықтан ұша алмайды.